Оты дайын болып жатыр қазір. Жем дайындап жатыр. Беседкеге сразу саламыз. Тез пісе қалады. Үйреніп алдық естағаны. Пісіре саламыз, рахат болды каждый суббота, воскресенье. Навеснасында осылай. Күштікен. Өмірдің рахаты деген осыма. Мақан клубникасын суарып жатыр, мунчалап қойды. Күн ыстық Түркістан. Клубника деген бір ауырып тұрды десек те болады. Көреміз енді. Топырақта сап-сары екен бұл жақта. Үйге гумус беріп, сөйтіп күту керек емес баптап. Бізде, в общем, нәжде блогерден блогер туады, блогерлікті қуады деген ғой, в общем. Яда не дейді? Яда қалайды? Яда не көрсе ғой, в общем. Біз түркістанский шампурмен жаққа келіп алып, түркістанский шампурмен бірінші рет жасап тұрық, бұндай шашылды. Түркістанский шампурге мұндай салып. Кетіп тұр, иіс көшілерге енді алып негізі. Кешіріңіздер көшілер. Иіс деген енді Норильск квартал. Қалған сеткіге саламыз ғой, бас не істейміз? Папасына демалыста шашылы жері әшейін сән болып қалды он. Әр демалыс сайын біздің үйде деген болып тұр ғой. Бүгін туған күні жуып жатырмыз. Саят деген досы бар. Кластасы. Досымыздың бүгін 3 май Саят деген досымыздың туған күні жуып жатырмыз. Саяттың туған күнінің құрметіне шашлық пісіріп жатырмыз. Сәке туған күні құтты болсын. Жарайды, қазір айтам. Далаға іштегі жел ма? Шаң ба? Далаға алып шықсам үлгерем ба? Далаға іштек найзағай ма? Далаға іштек. Сиқыр ма? Сиқыр қалай тұр ма? Ауа райы кішкене жел болып тұр. Бірақ жылы, е? Жақсы. Жел болып тұрған жақсы, не болмайды. Так, бүгін 3 май. 3 майда Түркістанда погода осындай болады екен. Бізге үй сатқан кісіна май аяғында өріп пісет деп еді, қалай болады екен. Өшім осындай қазір. Алып шығайық онда балапандарды үйде. Не істейміз, или ана... Или үйде жей саламызда? Давай далада ұстағанда қазір ұйымдастырып жібереміз оны тез-тез. В общем, мына жерге мынандай қылып тез-тез ұйымдастырып жібердік біз. Пысық қыздармен. Та-дам! Ана жақта тағы да пісіп жатыр. Террасада қазір отырамыз. Күн күшті, прям закат. Батып баратыр, біз уже отырамын дегенше қазір күн батып кететін шығар. Дұрыс көрінбей қалады ма мына жер. Мына жерде бізде освещениялар көп. 2-3 жерден свет жанады. Надеюсь, көрінеді. Сіздерге асмай түсіреміз қазір.
Al шықтық, аха. Кішкентайымызды әкеліп алдық. В общем, мына кісілер өздерінің видеосын түсіріп жатыр. Адам деп асылмай ертіп. Менің мохитом. Папасы маған специально мохито келіпті. Потому что мен мохито жақсы көрем. Мохитоны асамыз. Не, значит? Не алып қойшы, бір тарелка кетті. Жүгір, тарелка. Жуан салған. Суын тойсаңыз қойып отырайық. Ол кетіңізді. Вау, магия. Күн батып баратыр уже. Естественно, освещение оны күшті болады екен. Ну, так тоже күшті көрініп тұрған шығар. Прям. Ес енді невозможно. Камерадан шығып отырмай сіздерге, достар. Лайк, подписка жасап отырыңыздар. Бұйырса біздің видеоларымыздың качествосы жақсарады. Бұндай андай стабилизация болады. Соның жағдайын қарастырып отырмыз. Сіздерге қарауға удобно болсын деп, ыңғайлы болсын деп. Микрофон бәрі болады. Келесі видеоларда, егер де осы видео жақсы просмотр, лайк, комментарий жинап жатса, келесі видеолардың сапасы жақсара түседі. Соның жағдайын жасап жатырмыз каналымыздың дамуына. Егер сіздерге біздің видеолар ұнаса, аямай тұрып астына 2-3 комментарийден 5-6-10 комментарийден жазып кетіңіздер, достар. Және де сіздерге біздің қандай сферадағы видеоларымыз ұнайды, сол туралы әңгіме жазып кетіңіздер. Біздің шашлычок найзағай болып отыр. 87-лердің 20 жылдығы болып отыр. Ассалаумағалейкум жеге. Бүгін Саяттың туған күніне, 3 май Саяттың туған күні, соған арнап біз тойлап жатырмыз. Сәке, туған күні құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, үй-іші отбасың аман болсын, екі де бақытты бол, отбасыңмен бақытты ғұмыр кеше бер. Құдай бұйырса, біз жаққа қол тартып келіңдер. Осында шашлық жасаймыз, Құдай бұйырса. Туған күнің құтты болсын, Сәке. В общем, окончательно дайын болды. Уақыт тез өтіп жатыр нәрсете. Алда мен ойындап, біз папасын күтіп жатырмыз. Последний партиясын болды. Біз негізі ауада бәрі дайын тұрған күшті екен, тез жасай салдық. Иә, террасаға дастархан жайып. Қазір енді бұйырса папасын күтіп отырмыз. Жалпы нәрсе бетін. Сәсек. Сәсектің. И папасын күтіп отырмыз. Та-дам! Тауық. Вау. Тоқта. Былтыр біз осы уақытта бөденеден шашлық жасағанбыз. Достар, естеріңізде ма? Кім бізде былтырдан бері біздің подписчик? Оны ішпе, оның ішінде құс бар ғошыңыз ма? Былтыр біз бөденеден жасағанбыз. Оны крылышки. Бұның алдындағы видеода бізде қойдың фаршынан кофте, люля кебаб жасадық. Та-дам! Прям карамельная корочка. Кеттік па? Кетті. Кет. Бәрін тастау. Ас болсын. Папасына рахмет. Еліндірі. Қалай кетті әмі? Құлы.
Мынамын Папа. Соқ. Папаның көз. Сочный. ыстық. Мощный. Бұндай контентке оператор болу қиын екен ше негізі. Амин. Операторларды түсінем. Келесіде стабилизатормен, короче, отырамыз өйстіп. Жетеді ғой балапандар. Мына жерде бір табақ бар. Мына жерде бір табақ бар, вообще. Ертеңге дейін жейтін шашлыктерім бар. Ас болсын, мен әкетешім. В общем, енді кеш батты. И шашлыктан кейін бізде десерт, короче. Мороженое. Мороженое. Бізде София мен Нури өздерінде шоколадный түркістанский мороженое жеп жатыр. А біз мындай ақ мороженое жеп жатырмыз. Легенда. Дама енді күшті біз осындай папаскин осындай жейміз всегда. Пломбир. Дәмді енді. Но біздің мороженымыз. Мына қыздар мороженое. Только біз асымыз жасап ажиаттық. Ас болсын, шашлычоқтан кейінгі десертик. Все. Надо мороженое. Біздің видео қызық болса, лайк, подписка жасап, достар. Еще колокольчик. Колокольчик басып қойыңыздар. Біздің жаңа видеоларымызды күтіңіздер. Келесі апта, осындай уақытта, тура осындай уақытта тағы да бір видеомыз түсетін болады. Иә, апта сайын осы уақытта бір видео шығатын болады. Құдай қаласа. Ертең еще біз мороженое жасаймыз. Мороженое жасап. Всем пока! Еще біз мороженое жасап көреміз бір видеодалда, иә? Давай. Өзінің каналында жасайсың. Еще полезный. Давай, пока.